қалайсыздар? Енді біздің кітапшаны қалай талдайтынымызды осы видеодан көре аласыздар. Енді мына жерде тез-тез қалай талдайтынымызды көрсету үшін ең қиынды да, ең оңайды да алмадым. Бір орташа есептерді алып отырмын. Ал енді біріншісінен бастап шығарып бастайық. Бірінші есеп: пойыз 10 километрді 36, 10 километрді 40, 10 километрді 60 орташа жылдамдықпен жүрді дейді. Яғни жолдың 3 түрлі бөлігі бар. 3 түрлі бөлікті 3 түрлі жылдамдықпен жүрген бөліктерінің ұзындықтары бірдей: 10 км, 10 км, 10 км. Енді бұл өте оңай есеп. Жылдамдықтың формуласы v тең s бөлінген t екендігін білеміз, барлығымыз. Ал енді v орташа жылдамдықтың формуласы дәл сондай, бірақ төбесінде s1 плюс s2 плюс s3 деп жазамыз. Яғни бізде жолдың бөлігі үшеу, ал соларға 3 түрлі уақыт кетті: t1, t2, t3 дегендей. Ал енді орындарына қоя саламыз. S1, S2, S3. Үшеуі де 10 км, 10 км, 10 км-ден. Үшеуінің қосындысы 30 км болады. Ал енді мына жердегі Т1, Т2, Т3 үшеуін қосайын десек, мына жерде уақыт берілмеген екен. Енді уақыттарды қайдан табамыз? Мынау бірінші 10 км-ді 36 жылдамдықпен жүріпті. Яғни бұған бір Т1 уақыт кетті деген сөз. Ал енді екінші 10 км-ді 40 км/сағат жылдамдықпен жүріпті. Бұған Т2 уақыт кеткен. Дәл сол сияқты 60 км-мен жүрген кезде онда бұған бір Т3 уақыт кеткен. Енді әрқайсысын жеке-жеке есептей саламыз. Яғни мына S бөлінген Т деген формуладан Т-ны таба саламыз. Сонда Т1-іміз бізде S1 бөлінген V1. S1 деген ол барлық жерде 10. V1 дегеніміз 36-мен жүрген, яғни 36-ға бөлеміз. Сонда 2-ге қысқартып тастасақ 18-де 5 сағат болады екен. Ал енді Т2-ні есептеп көрейік. Т2-мізде ол S2 бөлінген V2. S2 деген 10, V2 дегеніміз 40. Бұны қысқартасақ 4-тен 1 сағат. Ал енді үшіншісін есептейік. Т3 ол тең болады. S3 дегеніміз ол 10, V3 дегеніміз ол 60. Қысқартасақ 6-тан 1 сағат болады екен. Енді осы үшеуін қосып, мына Т1, Т2, Т3 деген қосындысының орнына қоя саламыз. Енді қосайық үшеуін. 18-де 5 қосылған 4-тен 1 қосылған 6-дан 1. Мына жерде ортақ бөлім 36 болады. 36-ны 18-ге бөлсек 2, 4-ке бөлсек 9, 6-ға бөлсек 6. 2 бесім 10, қосылған 9 бірім 9, қосылған 6 бірім 6. Сонда 36-да 25 болды. 36-да 25 сағат кеткен екен. Ал енді осы 36-дан 25-ті аламыз да мына орынға қоя саламыз. Бұл кезде не болады? Алымында 30 тұрды. Ал енді бөлімінде 25 бөлінген 36 тұрды. Енді математика курсына білеміз, 30 өзі тұрады, көбейтуге алмастырамыз. Мынау бөлім алымы бөліміне қосады. 25-тен 36 болады. Енді 25 пен 30-ды қысқартсақ, 5-ке, 25-ті 5-ке бөлсек 5, 30-ды 5-ке бөлсек 6. Енді 6-ны 36-ға көбейтеміз, 216 болады. Бөлінген 5-ке, ол бізде 43,2 км сағат деген орташа жылдамдық шығады. 43,2 болса, ол Д нұсқасы дұрыс болады екен. 43,2. Ал енді екінші есепті шығарып бастайық. Автомобиль қозғалыс басталғаннан кейін 10 секундта 15 метр секунд жылдамдыққа ие болды дейді. Оның жүрген жолы қанша дейді. Қанша метр жолға кетіп қалады дейді 10 секундта. Мына жерде бір автомобиль тұрған, тоқтап тұрған, яғни жылдамдығы 0 болған. Ол қозғалып бастады. 10 секундта 15 метр секунд жылдамдыққа ие болып алды. Енді бұны біз шығармас бұрын бірінші үдеу деген не екенін біліп алуымыз керек. Мына жерде бір бала тұрса, мына жерде бір бала тұрды, оны мына жақтан бір ит қуаласа, енді иттің суреті осындай боласасын, ит қуалады. Сол кезде мына бала тоқтап тұрған еді, жылдамдығы 0 еді. 1 секундтан кейін қараса, бұл 2-мен басып бара жатыр екен. Екінші секундты қараса, бұл 4-пен, үшінші секундтан кейін 6-мен кетіп бара жатыр екен. Бұл не байқадық? Әр секунд сайын 2 км/сағат жылдамдық қосып жатыр екен бұл. Яғни бұл баланың үдеуі 2 км/сағат квадрат деген сөз. Яғни А тең 2 км/сағат квадрат. Яғни бұл әр секунд сайын 2 км/сағат жылдамдық қосатын болса, үдеуі 2 км/сағат квадрат болады. Енді мынау бала қашып бара жатып, одан кейін шаршап қап, әр секунд сайын 2-ге жылдамдық азаятын болса, онда ол кеммелі үдеумен қозғалып бара жатыр. Яғни үдеудің екі түрі болады: үдемелі және кеммелі үдеу деген. Әр секунд сайын тұрақты жылдамдық қосып отыратын болсаң, үдемелі қозғалдың, ал азайып жатса жылдамдығың, онда кеммелі үдеумен қозғалдың деген сөз.
Сонда үдеудің формуласы не болды? А тең дельта В бөлінген Т. Яғни жылдамдықтың өзгерісінің уақытқа қатынасы. Сенің жылдамдығың қаншадан қаншаға өзгерді, соны уақытқа бөле салсақ, сен әр секундта қанша жылдамдық қосқандығың шығады, иә. Сондықтан енді мына жерде В, дельта В дегеніміз қаншадан қаншаға дейін өзгерді? 0-ден 15-ке дейін өзгерді, иә. Сонда 15-тен азайтпаймыз, 0-ді бөлеміз қанша секундта? 10 секундтың ішінде. Сонда енді 15-тен 0-ді алсақ 15 бөлінген 10. Сонда мына жерде біздің үдеуіміз 1,5 метр секунд квадрат болады, иә. Мына жердегі метр секунд квадрат не үшін квадрат? Оны да айта кетейін, иә. Енді А формула есептейін деп жатырық, иә. Аның формуласы жылдамдықтың уақытқа бөлінісі екен. Жылдамдықтың өлшем бірлігі не? Жылдамдықтың өлшем бірлігі метр бөлінген секунд. Енді оны бөліп тастасақ тағы секундқа не болады? Метр бөлінген секунд көбейтілген секунд болады да, метр секунд квадрат болады. Яғни осыны да түсініп алдыңыздар. Енді үдеуін не үшін есептеп алдық? Ол бізде формулада керек болады. Сонда бұл автомобиліміз біздің әр секунд сайын 1,5 метр секунд жылдамдық қосып отырған екен. Енді ол қандай қашықтыққа барғанын қалай табамыз? Оны біз S тең V0 көбейтілген Т плюс минус АТ квадрат бөлінген 2 деген формуладан есептеп аламыз. Мына жердегі V0 деген бастапқы жылдамдық, мынау уақытымыз. Енді бізде тоқтап тұрғандықтан автомобиль, бізде бастапқы жылдамдық 0, санды 0-ға көбейтсең 0, яғни мынаның алды толық 0 болып кетеді. Ал енді мына жерде плюс минус дейді. Бізде автомобиліміз жылдамдығы көбейіп жатыр ғой, сондықтан плюсті аламыз. Ал ақырындап тоқтап жатқан болса минусты алатын едік. Сонда біздің формуламыз қандай түрге өтті? S тең АТ квадрат бөлінген 2 болды. Енді дәл осы формуламен біз есептейсақ жауабымыз шығады. Енді есептейік. S тең А дегеніміз ол 1,5 болды. Көбейтеміз. Т квадрат, яғни 10 секундтың квадраты ол 100-е бөлеміз 2-ге. Енді 1,5-ті 100-ге көбейтетін болсақ 150. 150-ді 2-ге бөлсек 75 метр болады. Сонда жауабымыз мына жерде Е нұсқасы 75 метр дұрыс болады. 12-ші есептен етейік. График бойынша серпімділік күшінің жұмысы. Яғни ордината мен абсцисса берілген, иә. Яғни мына X-тің бойымен ол біздің серпеміз қаншалықты ұзындыққа дейін созылғандығы және мынау қанша күш кетті. Соны көрсетеді. Яғни 1 сантиметрге созу үшін 3 ньютон күш кетеді екен. Ал 2 сантиметрге созу үшін 6 ньютон күш кетеді екен. Ал біз серпемізді 0-ден бастап 2-ге дейін созсақ, біз қанша жұмыс жасаймыз дейді. Соны табу керек бізге. Енді бұл жерде жұмысты есептеу дегеніміз ол мына графиктің астынан пайда болған тікбұрышты үшбұрыштың ауданын таба салсақ жеткілікті. Яғни мына тікбұрышты үшбұрыштың ауданын таба салсақ, онда болды. Біздің есебіміз шықты деген сөз. Енді тікбұрыштың үшбұрыштың ауданын қалай табамыз? S тең А көбейтілген Б бөлінген 2, иә. Яғни А деген ол ұзындығы ені бәрібір 2 көбейтілген 6, ол 12 бөлінген 2 тең 6 болып болады, иә. 6 джоуль. Сонда жауабы 6 джоуль деп мынаны белгілей салатын болсақ, біз өте қатты қате жібереміз. Не үшін? Себебі мына жерде F тең ньютонмен берілген, мына жерде сантиметрмен берілген. Біз мына жерде барлығын халықаралық бірліктер жүйесі, яғни Си жүйесіне келтіріп алып қана шығаруымыз керек. Сонда мына жерде А мен Б-ны көбейтетін болсақ, қайтадан S. А дегеніміз бізде 2 болсын. 2 сантиметр деген ол 2 көбейтілген 10-ның минус 2 дәрежесі метр. Көбейтеміз 6 ньютонға бөлеміз 2-ге. Сонда 2 мен 2 кетті. Сонда 6-ның көбейтілген 10-ның минус 2 дәрежесі болады екен. Сонда мына 6-ның алдына 2 тал 0 жалғаймыз деген сөз ғой. 0,06 джоуль болады. Жауап болды. Сонда мына жерде жауабымыз Е нұсқасы болады екен. Яғни қандай қате жіберуге болатындығын көрдіңіздер. ұбт-да осындай асығыс қателерді жібермеу керек. ұбт-дағылар да біледі біздің осылай асығып есептей салатынымызды. Сондықтан олар мынандай нұсқаны дайындап қойған бізге. Сондықтан асықпай шығарамыз. 13-ші есепте не дейді? Дененің импульсі 10 кг метр секунд, ал кинетикалық энергиясы 20 джоуль. Дененің жылдамдығы дейді. Бұл да қарапайым. Импульстің формуласы P тең М көбейтілген В. Бұл бізде тең дейді 10-ға. Ал енді кинетикалық энергиямыз ол МВ квадрат бөлінген 2. Ол тең 20-ға дейді.
Енді бізге жылдамдықты тап дейді. Не істейміз? Біз мына жерде импульсті 2-ге көбейтсек, мына кинетикалық энергияға тең болады екен ғой. 10-ды 2-ге көбейтсек 20 болады. Сонда біз мына 2 mv деп жазсақ, бұнымыз бізде 20 болады. Осыны алып біз mv квадрат бөлінген 2-ге теңестіре салайық. Теңестіре салсақ, екі жағында m-ға бөліп тастай саламыз, v-ға бөліп тастай саламыз. Сол кезде v-ның біреуі кетеді, біреуі қалды. Сонда не қалды бізде? 2 тең v бөлінген 2 деген қалды. Қандай санды 2-ге бөлсең 2 шығады? 4-ті, иә? Немесе мына екеуін көбейте саламыз. Қарапайым есеп болып қалды, мынау өте. v тең 4 метр секунд жауабы. Енді бұл жерде 4 метр секундты с нұсқасын белгілейміз. Бұдан 100% нәтиже көрсетеміз деп ойлаймыз. Себебі есте сақтау сабағын көріп жатсыздар. Мидың жұмысы қалай жұмыс істейтінін білесіздер. Бүткіл сіздерге теория айтылып жатыр. Және ол аздай жалқаулықты жеңу жолдары. Яғни марафонға сіздер қатысып жатсыздар. Яғни осынша еңбектің нәтижесі ол 100% нәтиже болу керек. Яғни біз ұбт-да ешқандай қате жібермеуіміз керек. Яғни бүткіл есепті мен мына жерде сіздерге көрсетіп жатырмын, қалай шығару керек екенін, қандай қате жібермеу керек екендігін. Жай ғана сіздер сонда қалай шығару керек екенін көріп аласыздар, өздеріңіз практика жасайсыздар. ұбт-да тура осындай есептер келеді, өздерінше шатастыруға тырысады. Біз оны алдын ала білеміз, шығарып тастай салып 100% нәтиже көрсетеміз. Осымен сабағымыз аяқталды.